Ассалаумағалейкум оқырмандарым. Бүгін біз көпшілігіміздің сүйікті тағамымыз мантыны бүгудің тәсілдерін көрсетемін. Кейбіріміз тию түрлері деп те атаймыз. Манты дайындауға қамыр және салма қажет. Менде фарш. Фаршты тұз, бұрыш, дәмдеуіш қосып дайындап аламыз. Қамырды қатты жұқартпай жайып аламыз. Алдымен жайылған қамырды дөңгелек бөліктерге бөлеміз. Алғашқы бүгу әдісі бұрым тәрізді, яғни косичка болады. Салмамызды салып бір шетінен бастап екі жағын кезек-кезек шымшып бүгеміз. Бірнеше рет жасасаңыздар, қолдарыңызды жаттықтырып аласыздар. Сулы салма болғанда бұл бүгу әдісі жақсы, сорпасы ағып кетпейді. Екінші бүгу әдісі алғашқыдай шымшу арқылы жасалады. Бірақ бұл жерде ортасына қарай бір шымшып, айналдыра бүгіп шығамыз. Бұл әдісте де салмамыз сулы болса, сорпасы ағып кетпейді және де өте әдемі көрінеді. Үшінші бүгу әдісіміз раушан гүлі тәрізді. 4 дөңгелекті алып бір-бірінің шетін басатындай етіп қойып, ортасына салма салып, екіге бүктеп дөңгелектеп шетін жапсырамыз. Шеттерін аздап қайырамыз. Сонда өте әдемі раушан гүлі тәріздес форма шығады. Келесі видеода көрсетілген 4 тәсіл манты бүгудің классикалық түрлеріне жатады. Бұл тәсілдер өте оңай және жылдам жасалады. Күнделікті манты жасауда немесе асығыс уақытта қолдансаңыздар да дастарханға ұсынуға өте әдемі көрінеді. Әрі жылдам жасалады. Мантының бұл классикалық бүгу әдістерін жасауда шаршы етіп кесілген қамырды пайдаланамыз. Сондықтан да қалдық аз қалатындықтан уақытымызды жақсы үнемдейді. Бесінші әдісіміз 4 жапырақты клевер өсімдігі секілді. Шаршы етіп кесілген қамырдың 4 бұрышын ортасына біріктіріп, кейін әр жағын бір-біріне шымшып жапсырамыз. Бұл әдіс дастарханда өте әдемі және ерекше көрінеді. Сонымен қатар салманы көп қажет етпейді. Алтыншы әдісіміз өте ерекше кофе дәнегі тәрізді. Дөңгелек жайманың екі жағын беттестіріп және шеттерін видеодағыдай жапсырамыз. 4 ұш болады. Ұштарын ұзын жағына бір-біріне жапсырамыз. Ашылып кетпес үшін жақсылап қаттырақ шымшимыз. Кофе дәнегі секілді өте сүйкімді әдемі көрінеді. Соңғы әдіс күн тәрізді бүгу. Дөңгелек жайманы 3 бұрыш етіп ортасын қосамыз. Кейін жандарын бір-біріне жапсырамыз. Бұл тәсілдердің кез келгені дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар.
пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Видео ұнаса лайк басып комментарий жазыңыздар. Баршаларыңызға ас болсын.